қазіргі айтамын да, ойбай қойдың еті сасық деп, қойдың майын да жемейді, етін де жемейді. Сүйектері өте әлсіз, бір жерін жарақаттап алса, оңайлықпен жазылмайды. Әлсіз өздері шидейіп әйтеуір. Аман болсын. Өзіміз орта жасқа келдік қой. Бізді кезінде кемпір тәрбиелеген, ауылда дала заңымен өскенбіз. Тілім болып, жаңағы топырақта, құмда ойнап дегендей ғой. Әлі күнге дейін сол дала заңымен өмір сүріп жатырмыз. Кім болсақ та, қандай болсақ та. Жастарға мастер-класс. Міне құйрық май, мынау. Құйрық майды осылай асай саламыз. 2-3 түйірін асаймыз. Аптасына 2 мәрте ет жемесек ауыратын қазақпыз, құдайға шүкір. Сенбі күні бір күн қатын болғанда үйіміз жинап, кірін жуып, тіліміз жасап, бір табақ етті шалымыз екеуміз ұрып аламыз. Айранды ішеміз. Сорпамыз дайын тұр. Мінекей, құйрық майдан кейін 2-3 түйір құйрық майды жұтқаннан кейін айранды да ішеміз, сорпаны да ішеміз. Құйрық жұтқанның арқасында денсаулық та Аллаға шүкір. Бір жеріміз жүріп қалса, сырып қалса, лезде жазылады. Жүргі балаларымызды неге соншалықты аялап тауықтың сиырдың етін беріп отырмыз, соны түсінбеймін. Құйрық май жұтсын олар, балалар.